Здравствуйте, ребята. Сәлеметсіңдер ме, балалар? 34-й урок «Зимние забавы». Қысқы қызықтар деп аталады. Бүгінгі сабағымыз. Ты будешь учиться формулировать простые вопросы по содержанию текста, выразительно читать стихи, писать раздельно предлоги со словами. Бүгінгі сабақта мәтіннің мағынасы бойынша жай сұрақтар құрастырып, өлеңді мәнерлеп оқуды және басқа сөздерден предлогтарды бөлек жазуды үйренесіңдер. Ребята, запомните, в русском языке есть короткие слова, предлоги. У, на, в, над, под, и, от, из, с, к и другие. Они используются для связи слов в предложениях и всегда пишутся отдельно от других слов. Балалар, есімізге сақтаймыз. Орыс тілінде предлоги деп аталатын қысқа сөздер бар. Мысалға, у, на, в, над, под, от, из, с, к. Они используются, олар сөйлемдегі сөздерді байланыстыру үшін қолданады және басқа сөздерден бөлек жазылады. Обратите внимание на первое упражнение. Прочитай предложение, поставь их так, чтобы получился текст. Озаглавьте его. Балалар берілген сөйлемдерді оқып шығып, оларды мәтін пайда болатындай етіп орналастыру керек. Және сол мәтінге ат қоямыз. Первое предложение. Дети надели шубки, шапки, варежки и побежали на улицу. Балалар тонын, бас киімін, қолғабын киіп, далаға жүгіріп шықты. Второе предложение. Наступила зима, қыс келді. Третье предложение. Они играли в снежки, катались на лыжах и санках с горки. Олар қармен ойнады, шанамен, шаңғымен сырғанады. Четвертое предложение. И мороз им не страшен. Олар аяздан қорықпайды. Как мы напишем эти предложения? Начинаем с какого предложения? Конечно же, наступила зима. Дети надели шубки, шапки, варежки и побежали на улицу. Они играли в снежки, катались на лыжах и санках с горки. И мороз им не страшен. Запиши третье предложение в тетрадь. Они играли в снежки, катались на лыжах и санках с горки. Найди в нем предлоги и подчеркни. Давайте подчеркнем предлоги. Где же предлоги в этом предложении? Конечно, в, на, с. Попробуй их убрать из текста. Что получилось? Ребята, если мы уберем эти предлоги из текста, то эти слова будут не связанными, да, и потеряют значение предложения. Прочитай предлог в паре с одноклассником. О чем он? Диалогта сыныптасыңмен бірге оқы. Ол не туралы? Пойдем на горку кататься на санках. Төбешіктен шанамен сырғанауға барасың ба? К сожалению, я не могу. Өкінішке орай, мен бара алмаймын. Жалко, что не можешь. Әрине, өте өкінішті бара алмайтының. Хорошо, другой раз. Жақсы, онда басқа бір ретте барамыз. Ребята, найдите предлоги в этом диалоге. Осы әңгімеден предлогтарды табамыз. На, в. Составьте диалог по рисунку.
ребята, для того, чтобы читать стихотворение выразительно, делается разметка. Өлеңді мәнерлеп оқып үйрену үшін алдымен дайындық жасалады. Паузы, остановки обозначают вертикальной чертой. Одна черта – короткая пауза, две черты – длинная пауза. Өлеңді оқыған кезде жасалатын үзілістер, олар вертикаль сызықтармен белгіленіп қойылады. Бір сызық бұл қысқа үзіліс, екі сызық ұзақ үзіліс. Главные слова и сочетание слов, которые нужно выделить голосом, подчеркиваются. Ал оқыған кезде дауыспен бөлініп ерекше айтылатын басты сөздер мен сөз тіркестерінің асты сызылып қойылады. Рассмотрите разметку и попробуйте выразительно прочитать стихотворение. Балалар жасалған дайындық сызықшаларға қарап, өлеңді мәнерлеп оқуға тырысамыз. Старая избушка вся в снегу стоит. Бабушка-старушка из окна глядит. Внукам-шалунишкам по колено снег. Весел ребятишкам быстрых санок бег. Бегают, смеются, лепят снежный дом. Звонко раздаются голоса кругом. Какие глаголы помогли тебе почувствовать радость зимних забав? Қысқы қызықтарды байқауға балалар сендерге қандай етістіктер көмектесті? Оларды дәптерге жазамыз. Бегают, смеются, раздаются голоса. Какие слова помогли понять, что снега много? Вся в снегу стоит. То есть ескі үйді қар басып қалған, Старая избушка вся в снегу стоит. Бұл қардың көп екенін білдіреді. По колено снег. То есть балалардың тізесінен келетіндей қар дейді. Бұл да қардың өте көп екендігін білдіреді. Попробуй составить несколько вопросов в каждой части стихотворения. Осы өлеңнің әр бөлігіне сұрақ қоюға тырыс. Какое время года? О каком времени года идет речь в этом стихотворении? Что делают дети? Найдите, задайте их друг другу, бір-біріне сұрақ қоюға тырысамыз, және ол сұрақтарға жауапты осы өлеңнің ішінен табамыз. До свидания, ребята.